Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін құйрық лағман жасаймыз. Алдымен сиыр етін алып, видеодағыдай етіп жіңішке қылып тураймыз. Ал енді маринадтаймыз. Бізге соевый соус қажет, қызыл бұрыш, қара бұрыш, кукурузный крахмал және бір жұмыртқа. Осыны жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін бетін жауып, холодильникке 1 сағатқа қоямыз. Ал етіміз дайын болғанша көкөністер тураймыз. Алдымен пекинский капустаны осылай видеодағыдай етіп, 4 пышқып тураймыз. Одан кейін сельдерей, оны да жіңішке етіп тураймыз. Енді бұрышымыз тураймыз. Менде жасыл және қызыл бұрыш. Ал енді помидорымыз тураймыз. 2 штук помидор. Бір чеснок. Майымызды қыздырып, етімізді қуырамыз. Етті шамамен 15-20 минуттай қуырамыз. Суы тартылып піскенше. Ал суы тартылғаннан кейін пиязымызды саламыз. Тағы 5 минуттай қуырамыз. 5 минут қуырылғаннан кейін үстіне сельдерей мен помидорымызды саламыз. Оның үстіне чеснок. Жақсылап араластырып, тағы да 5 минут қуырамыз. Одан капустамызды саламыз. Оның үстіне паприка, қара бұрыш, қызыл бұрыш және тұз саламыз. Жақсылап тағы да 5 минуттай қуырамыз. 5 минут қуырылып болғаннан кейін бұрышымызды саламыз. Бұны да тағы да 5 минут қуырамыз. Ал енді көкөністеріміз жақсылап қуырылып болғаннан кейін су құямыз. Су құйғаннан кейін тағы да 6-7 минут пісіреміз. Ал мінекей біздің құйрық лағманымыз дайын. Келесі видеода лағман тестасын жасайтын боламыз. Егер де сіздерге ұнаса, каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер.